аударып дыбыстаған не сезім кезеді. Мен 15 жаста едім. Менің анам дүкенге кетіп қалды. Біз әпкем екеуміз үйде жалғыз қалдық. Әпкемнен сұрадым, інім қайда деп. Інім аулада ойнап жүрген шығар деді. Мен қазір келемін деп кетіп қалдым. Мен жүгіріп бара жаттым. Аулаларды қарасам, бауырым жоқ, інім жоқ екен. Інімді шақырдым, іздедім, таба алмадым. Сосын арғы жақтан бір дыбыс шықты. Мен сол жаққа қарадым. Біреу өткенде болды. Мен сол жаққа жүгіре кеттім. Жүгірдім. Сосын сол жақта бір адам менің інімді ұстап тұр екен. Мен жындандым. Және де көзіме жас алдым. Және жынданғаннан сол адамға жүгіріп бара жаттым. Ол адам маған қарсы тұрам деп ойлады. Бірақ мен жынданғаннан оның кеудесін итеріп қалдым. Сосын ол адам құлап түсті. Мен бауырымды көтерейін деп жатқан кезде ол тұрайын деп жатты. Мен оны ұрдым. Сосын інімді алып үйге жүгірдім. Үйге келгенде мамам от күтіп отыр екен. Мен кірген кезде мамам інімді алып жылап жіберді. Мен де көзіме жас алдым. Сосын біз біраздан кейін мамам полицияға звондады. Және ол адам ешқайда ешкімде көрмепті. Достар, егер бұл видео ұнаса, менің арнама тіркеліп, подписация етіп қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.